Енді бір мысал шығарайық. Дене жоғары қарай 30 метр секунд жылдамдықпен жоғары қарай лақтырылады. Табу керек көтерілу уақыты, жалпы ұшу уақытын және максимал биіктікті табу керек. Көтерілу уақытын табу үшін формула бойынша V0 бөлінген G дейміз. Орнына қоятын болсақ, 30 бөлінген 10 тең болады 3 секунд. Жалпы ұшу уақытына келетін болсақ, Т ұшу уақыты формула бойынша 2 V0 бөлінген G дейміз. Сан шамалардың орнына қояйық. 2 көбейтілген 30 бөлінген 10 6 секунд болып шығады. Максимал биіктікті табу үшін H макстың формуласы V0 квадрат бөлінген 2 G. Сан шамаларын орнына қояйық. 30 квадрат бөлінген 2 көбейтілген 10. 30 квадрат 900 бөлінген 20 45.